Сәлем достар, бүгін өте дәмді, керемет қызанақтар жабамыз. Алдымен қызанақтарды жуып, тазалап, видеодағыдай пышақпен әр жерінен тіліп шығамыз. Сосын осы қызанақтардың үстіне ыстық қайнаған суды құйып, бетін жауып, бір шетке қоямыз. Ал қалған жарты помидорларды алып, видеодағыдай осындай бөліктерге турап шығамыз. Қазанға саламыз да, үстінен кішкене суымызды құямыз. Бір ас қасық толтырып тұз, бір ас қасық толтырып қант салып, отқа қойып, қақпағын жауып, қайнатамыз. Үстінен ыстық су құйып тындырып қойған қызанақтарды алып, видеодағыдай тазалап шығамыз. Көргеніңіздей, қызанақтар оңай аршылады. Қызанақтарымызды дайындап алғасын, стерилденген банкілерімізді столдың үстіне қойып шығамыз да. Укроптың зонтиктерін саламыз, болгар бұрышын турап саламыз, және сарымсақтарды салып шығамыз, лавр жапырағын қосамыз, горошшталған қара бұрышымызды саламыз, және қызанақтарымызды түгел банкілерімізге толтырып салып шығамыз. Егер 2 литрлік, 3 литрлік банкіге жапсаңыз, онда қызанақтарды толтырудың ешқандай міндеттілігі жоқ. Жартылай салсаңыз да болады. Енді осы уақытта қазанда қайнап жатқан помидорларымызды видеодағыдай блендермен әбден езгілеп шығамыз да, банкілерімізге толтыра құйып шығамыз. Қызанақтарды неғұрлым блендермен ұзағырақ ессең, соғұрлым жақсы болады. Енді банкілерімізді видеодағыдай ауасын шығарып аламыз да, қақпағын бұрап, аударып, жылы жерге төңкеріп, үстіне одеял жауып, бір күнге қоямыз. Осымен салатымыз дайын, бәріңізге ас болсын. Сіздермен бірге болған рахат.